Сәлем қыздар, бүгін сіздерге осындай әдемі қатпарлы қаттама нандардың рецептімен бөлістірмін. Және де осы қаттама нанды полуфабрикат ретінде қалай морозилкаға қатырып қою әдісімен бөлісіп отырмын. Менімен видеоның соңына дейін көріңіздер. Осы рецептпен қаттама нан жасап көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін, өте күшті болып шығады. Бірінші қаттама нандарымыздың қамырын дайындап аламыз. Суымызды құйып, тұзымызды саламыз дәмімізге қарай. Мен сіздерге толық рецепті описанияға жазып қалдыратын боламын. Енді керегінше ұн саламыз. Бұл жерде бізде шіле қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа нормальный қаттылау қамыр илеп алатын боламыз. Басында қасықпен, одан кейін барып қолдарыңыз мөлшеріне қарап ұн салып қамыр илеп аласыздар. Примерно қанша ұн кететінін төменге жазып қалдырамын описанияда. Осылай қамыр илеп аламыз. Жұмыртқа ештеңе салынған жоқ, тек қана тұз суға қамыр илеп жатырмыз. Енді столға алып, жақсылап қамыр бір-біріне біріккенше, жабысқанша қамыр илеп аламыз. Қолыңызда кішкене жабысып баратса, кішкене ұн сеуіп жіберуге болады. Қамырымыз дайын. Енді осы қамырды екі бөлікке бөліп аламыз. Бізде бұл жерде 2 зуала болды. Бір зуаладан 3 штук қаттама шығады. Сонда 2 зуаладан 6 штук қаттамадан шығарамыз қазір. 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз, немесе пакетке салып қойып қоямыз. Тынып шыққан қамырымызды столымызға алып, жаюды бастаймыз. Қамыр жаюды бәріміз білеміз ғой. Тура сол ханымға қалай, мантыға қалай жаямыз, сол секілді қаттама нанға да солай жайып шығамыз. Қазір енді бұл жерде ішіне маргарин ертіп жағамыз. Сол кезде біздің қаттамаларымыз қатпарлы әдем болып шығады. Міне біздің қамырымыз дайын. Шедролетаның домашний маргарин деген 60%-тігін жағып жатырмын. 200 грамм. Бір зуала қамырға жартысы кетіп жатыр. 100 грамм, екінші зуалаға тағы 100 грамм. Екеуін полный ертіп құямыз ішіне. Мен бір зуалама осындай көк пияз турап салдым. Көк пиязбен өте әдем болып шығады. Енді оқтауымызға қамырымызды орап аламыз. Орап болған соң ортасынан бір кесіп екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай оқтауымызды қамырдан ажыратып, оқтауымыз енді бізге керегі жоқ, оны бір шетке алып қоямыз. Енді 3 зуала үшеуге бөліп аламыз. 3 қаттамадан осылай шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай домалақтап орап алатын боламыз. Шетіндегі қамырдың шетіне жай қайырып қоясыздар. Сонымен өзі әдем болып кетеді, білінбей де қалады ораған кезде. Міне біздің көк пиязды қаттамаларымыз дайын. Екінші зуаланты жайып, қалған маргаринімізді ішіне жағып аламыз, бір тегістей етіп. Осылай сұйық қылып еріген дұрыс, ато егер сәл қоюлау қылып ертсеңіздер, онша жетпей қалуы мүмкін. Енді бұны да дәл сондай жаңағыдай етіп, қайтарып осылай қайырып аламыз. Тағы 3 қаттамадан шығады, біреуі. Бір зуалаға обычный, бір зуалаға көк пияз салдым. Көк пиязын ұнатпасаңыздар, салмасаңыздар да болады. Міне біздің 6 штук қаттама нанымыз дайын. Орамасы. Енді сіздерге қазір 2 штук қаттама нанды қатырып қоятын болам. Мен неге десеңіз, біздер бәрін бір отырғанда 6 штугын жей алмаймыз, бізде қалып кетеді. Сондықтан 2 штугын жайып морозилкаға сап қойып жатырмын. Ертең қонақ кеп қалса, немесе өзіміз жегіміз келген кезде морозилкадан алып шығарып жей бергенге. Мына осылай жайып болған соң доскамызға ұн сеуіп, осылай ұн жағып алатын боламыз. Содан кейін барып қаттама нанымызды қойып, 2-3 сағатта холодильникке қойып қоямыз, толықтай қатқанша. Морозилкаға сап қойдым. Холодильник деппін ғой, морозилкаға столымызға ұнымызды сеуіп, кішкене осылай жайып аламыз. Осы екеуіні морозилкаға қатырып қойдым мен. Кез келген кезде алып пісіріп жіберсеңіздер болады, немесе полуфабрикат етіп сатсаңыздар да болады. Шығымын есептеп әрине. Міне осылай доскаға ұн сеуіп, нанымызды қойып қатырып аламыз. Міне 2 сағатта уже қатып шықты менде. Енді осыларды бөлек-бөлек пакетке салып жатырмын, немесе қатып қалған қорықпастан екеуін бір пакетке салсаңыздар да болады, жабысып қалмайды. Енді піскен кезде қалай болатынын көрсетемін сіздерге. Қызып тұрған табамызға кішкене май құйып, әр жағына бірдей тегізіп аламыз. Қаттама нанымызды салып, жай отпен пісіріп алатын боламыз. Қатты вилкамен бетіне баса бермеңіздер, неге десеңіздер, өзі ісіп, аралары ашылып шығу керек қой, қатпарлы болып. Сол кезде егер қатты баса берсеңіздер, аралары ашып, іспей қалады. Міне біздің қаттама нандарымыз осындай әдемі болып шығады. Тағы бір рет піскенін көрсетейін. Кішкене май құямыз, нанымызды салып, екі жағын қызартырып пісіріп аламыз. Екінші жағын аударған кезде май құюдың қажеті жоқ, сол ішіндегі маймен табаның қызығанымен өзі пісіп шығады.